Республика бойынша күркетауық етінің өндірісімен айналысатын жалғыз кәсіпорын бар. Ол оңтүстік Қазақстан облысында орналасқан. Зауыттың негізін қалап, отандық өнімнің қатарын тағы бір тауармен толықтырған кәсіпкер Мұрат Тағаев. Мұрат Тағаев 62 жаста күркетауық етін өндіреді. Мұрат Тағаев оңтүстік Қазақстан облысының тумасы. Қазығұрт ауданында қарапайым шаруа отбасында дүниеге келген. Менің өзі әкем өте үлкен мынау атбегі болатын. Ол кісінің ұстаған аттарының бары мынау сол кездегі ең үлкен ұлттық ойын қазір батаймыз. Көкпарға шабатын аттарды баптады. Ауылда өскен қара домалақ бала 8-ші сыныптан кейін оңтүстік Қазақстан облысы Сарыағаш ауданындағы мал дәрігерлік зоотехникалық техникумға ағасының ықпалымен оқуға түседі. Инженер зоотехник мамандығын меңгеріп шығады. Әрине оқуды бітіргеннен кейін әскер қатарына бардым. Әскер қатарына барып келгеннен кейін біраз осы совхоздың мал шаруашылығын істеп жүріп, менің өзімнің осы мынау бітіргендегі қолымдағы бағыттық қағазыменен мен мынау қазіргі Маңғыстау облысы дейді, Ақтау қаласында осы құс фабрикасына жолдамамен сол жерге бардым. Мұрат Тағаев еңбек жолын қатардағы жұмысшы қызметінен бастайды. Жұмыс орны Мұраттың өміріне жаңа леп әкелгендей, ол құс фабрикасында болашақ жарын кездестірген. Сол мамандықты таңдағаннан кейін мен сатылап 2 жылдан кейін осы бізді осы оңтүстік Қазақстан облысының құс фабрикасына ауыстырып, содан кейін сол құс фабрикасында тағы да осы мамандығымды таңдай отырып, аға зоотехник, бас зоотехник, директордың орынбасары кейін сол 94 жылы бірінші басшылыққа тағайындалдым. Алғашқыда мемлекеттік болып саналған құс фабрикасы 1996-1997 жылдары жекешелендіру саясатына тап болады. Нәтижесінде бройлер етін өндіретін кәсіпорын Мұрат Тағаевтың жеке меншігіне өтеді. Өзіміз алып жүргіземіз деген жағдайға келіп, тәуекелге бардық. Дәл осы кезде директор тығырыққа тіреледі. Құстардың құрама жемі қымбаттайды. Бұдан шығудың жолын табу керек болатын. Құсты ұстап тұрудың өзі қиын болып, оған жем тауып қиын болып, содан кейін лашыздан жаңа бар құстың басын уақытша болса да сойдық. Сөйтіп, ең бірінші алдыма қойған менің мақсатым бірінші жұмысшылардың еңбек жалақыларын беру түгелдей, және де олардың мына ол кезде білесіздер, көп балалардың жаңағы пособие төлем ақысында сол кезде сол ұжым төлейтін уақыт болған. Солардың бәрін түгелдей құтыла отырып, салықтан құтыла отырып, өндірісті уақытша болса да тоқтатып, жаңа жол іздеуге тура келді. Кәсіпкер жаңа мүмкіндіктерді іздеу барысында нарықтық қарым-қатынасты қайта қалпына келтіруді көздейді. Ол үшін бизнеске ең алдымен инвестиция қажет екендігін жақсы түсінген Мұрат Тағаев несие алу жолын қарастыра бастайды. Енді ол кезде біз несиенің өзі көп емес тұғын, менде 4 миллион мен сол кезде долларға мен шешім қабылданған. Бірақ соның мен 200 мыңын, 250 мыңын әрең алдым. Жұмысшылардың басым бөлігі ақысыз демалысқа тарап кеткенімен, фабриканың шұжық өндіру цехы 50 шақты маманмен жұмыс істеген. Инвестор іздеуге тура келді. Екінші жағдай дейміз қазір. Шетелдіктермен бірігіп істейміз ба? Олар келе ма? Қалтып оларменен келіп, олардың біразыменен шақыртып алып, сол құс фабрикасына әкеліп көрсетуге тура келді. Шақырған шетелдіктердің бірі фабриканың болашағы бар дегенге сенсе, енді бірі күмәнмен қарап, серіктестіктен бас тартқан. Тіс қаққан бизнесмендердің күмән күдіктеріне қарамастан Мұрат жаңа жоспар құрады. Фабриканың аумағы 500 немесе 1000 құс ұятындай болғаны жөн. Балапан шығару 21-22 күн. Етті бағыттағы құс сою салмағына 50 күнде жетеді. Құс фабрикасындағы цехтар, инкубация цехы, балапандарды өсіру цехы, жұмыртқа шығару цехы, құстарды сою цехы, қажетті жабдықтар, инкубатор, құс қоршауы, жем беру құралдары, сою станоктары, сақтау қоймасына арналған құралдар, тоңазытқыш камерасы.
Әсіресе 2005 жылы жұмысы жанданған фабрикада кәсіпкер күркетауық етін өндіруді мақсат тұтады. Жаңа идея, жаңа талаптарды, жаңа бизнес жоспарды талап етеді. Біз ізденіп отырып, осы күркетауық өндірісін алып, жаңағы қайтадан бизнес жоба жасадық. Соны мынау Қазагро ұлттық басқарушы холдингінің еншілес кәсіпорны бар, Қазагро қаржы акционерлік қоғамы дейді. Сол акционерлік қоғам арқылы бөлінетін болғаннан кейін, сол жердегі конкурстық жобаларды тізіміне қатыса отырып, біз сол осы күркетауық бүгінгі өндірістің сол жерде 3 сатыдан өттік. Байқау нәтижесінде кәсіпкер жаңа өндірістің құрылысына мемлекет тарапынан 6% жеңілдікпен 4 миллиард теңге көлемінде несие алады. Оның үстіне өз қалтасынан 1 миллиард теңге қосып, күркетауықтың етін өндіретін фабриканы салуға күш жұмсайды. Нәтижесінде 15 айдың ішінде шетелдік технологияға негізделген жаңа құс фабрикасы бой көтереді. Күркетауық жұмыртқалары сонау Канададан әкелінген болатын. Елбасы телекөпір арқылы іске қосқан фабрика еді. Ол жерде біз әлемдік тәжірибенің, әлемдегі ең үлкен үздік тәжірибенің, осы күркетауық өндірісінің тәжірибесі, израильдік тәжірибені пайдаландық. Құс фабрикаларының желісін құру және қолданыстағыларын дамыту инвестициялық бағдарламасы кәсібіңіздің өрлеуіне мүмкіндік береді. Бағдарлама бойынша қарыз алу үшін кепілдікке мүлік қою талап етіледі. Берілетін несиенің мөлшерлемесі 6%, несиелеу мерзімі 12 жылға дейін. Бағдарламаға төлемге қабілетті 3 ай мерзімінен асқан салықтық берешегі жоқ, кәсіпкерлік қызметімен айналысу құқығына ие және білікті мамандар бар. Жобаны іске асыру үшін заманауи технологияларды пайдаланатын кез келген кәсіпкер қатыса алады. Осыған дейін елімізде күркетауықтың еті көп сатылмағандықтан бастапқыда тұтынушылар тарапынан сұраныс аз болды. Алмады, біз өзіміз жаңағыдай мынау жәрмеңке болсын, басқа болсын, мен өзімде қатыстым соған, басында жүрдім. Қалат киіп, түсіндіріп, халыққа мынау әр апта сайынғы жәрмеңкелерде қай жерде болсын аралап жүруге тура келді. Ал зауыттың бүгінгі өндіріс қуаты кәсіпкердің жоспарлағанындай. Цехтан ұлттық тағам қазыға негізделген өнімді табасыз. Біздің өзіміздің қазақтың жаңағы азық-түлік өзіміздің ата-бабамыздан келе жатқан технологиясы сәйкестендірсек те деген осындай технологтармен біз жоспар жасап жатырмыз. Соның бірі осы мынау қазы изендейки дейді. Осы технология біздің кәдімгі қазақтың қазы технологиясы жасалынған. Бүгінгі күні толық нарыққа енді. Мұрат Тағаевтың бұл бизнесі ТМД бойынша Ресейден кейінгі екінші ірі кәсіпорын саналады. Зауытта ұзын саны 420 жұмысшы еңбек етеді. Олардың орташа жалақысы шамамен 90 мың теңге. Бизнес иесінің республика аумағында әзірге бәсекелесі жоқ. Күркетауық етінің дайын өнімдерін көрші елдерге тасымалдайтын жалғыз кәсіпкер деуге болады. Бүгінде Мұрат Тағаев 4 қыз 1 ұл тәрбиелеп өсірген асқар тау. Әке жолын қуған ұлы ауыл шаруашылығы саласын дамытуға өз үлесін қосып келеді. Кәсіпкер жұмыстан бос уақытын немерелеріне арнайды. Әкеме келетін болсақ, өте еңбекқор адам және де өте аталы адам. Бұл күндерге жетуде әкем таңертеңгі ұйқысынан тұрып, ашылайын деп жатқан жұмыс орнын қадағалауға кетіп, түнгі уақыттарда үйге оралып отырды. Мұрат Тағаевтың еңбегі бағаланып, президент мақтауына да ие болған. Жетістікке жету үшін ең алдымен кәсібіңді сүю керек дейді ол. Өзіңіздің алға қойған мақсатыңызға сене отырып, соған қиыншылықтарға мойымай, тек қана алға жылжу деп мен түсіндім. Себебі әр азаматтың, әр кәсіпкердің, әр мемлекеттік қызметкер болсын, басындағы қиыншылықтар болады екен. Бірақ соны бүгінгі қиыншылықты қайталамауға тырыса отырып, ертеңгі алға қарай ұмтылу меніңше.